көңілдеріңіз қалай? Жақсы балалар. Осындай жақсы көңіл-күймен бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бөлшектерді қосу және азайту тақырыбы. Қане балалар, дәптерлерімізді ашып, әп-әдемі қылып жазып алайық. Жақсы балалар, күннің жадын жазып болса, сабағымызды бастайық, иә? Иә, балалар, сіздер экспоға барып көрдіңіздер ме? Иә! Өте керемет. Экспода түрлі жасыл зерттеулер болды, иә? Жақсы балалар, бізде мектебімізде қандай құндылық айы жүріп жатыр? Табандылық айы жүріп жатыр, иә? Балалар, егер де біз бүгінгі тақырыпты жақсы меңгеріп, табандылықпен есептерімізді түсініп, керемет қылып орындаса, сіздерге осындай купондар беріледі, иә? Бұл купондар үй жұмысын орындамау, қалаған орынға отыру және досымның көмегі деген купондар бар. Балалар, ол үшін біз табандылықпен тапсырмаларымызды өте керемет етіп түсініп орындауымыз керек. Жақсы балалар, енді экспоға барып көрсек, балалар, осы 2017 жылы ашылған экспода қанша жасыл зерттеу бар екенін білуіміз үшін біз мына тапсырманы орындауымыз керекпіз, иә? Әркім өз орында отырып, тапсырманы орындайық. Кім бірінші болады? Қаламын көтере қойыңдар. Жарай ма? Қане есептейік. Сен 130. Ішіне таңдап, балалар, барлығымыз тапсырманы шығарып болдық па? Мен көріп отырмын. Енді барлығымыз шығарып болсақ, мен сіздердің аттарына жазылған таяқшалар арқылы кім жауабын айтады, мен соны таңдайтын боламын. Қане, Дәурен қызы, Кәусар. Экспода 130 жасыл зерттеулер енгізілді. Дұрыс па екен балалар? Барлығымыз солай шықты ма? Жақсы балалар, бірінші тапсырманы орындаса, ары қарай екінші тапсырманы көшейік, иә? Екінші тапсырманы бізде оқиды Амина. Жер учаскесі теңде 12 бөлікке бөлінген. Түске дейін жер учаскесінің 12-ден 4 бөлігіне, түстен кейін тағы 12-ден 5 бөлігіне көшет отырғызылды. Жер учаскесінің барлығы қанша бөлігіне көшет отырғызылды? Балалар, көшет неше бөлікке бөлінген? 12 бөлікке. Санадық па? Санайықшы қане бәріміз бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Көшет неше бөлікке бөлінген? 12 бөлікке бөлінген екен, иә? Енді балалар, түске дейін қанша көшет отырғызылды дейді? Яғни осы 12-ден 4-еуі түске дейін отырғызылған екен, иә? Енді балалар, түстен кейін қанша көшет отырғызылды? 12-ден 5. 12-ден 5. Жақсы балалар, енді түстен кейін бізде 5 көшет отырғызылды. Енді біз нені табуымыз керек? Сұрақ қандай? Барлығы қанша көшет екенін табуымыз керек. Жақсы балалар, тақтамен жұмысқа кім шығады? Қане? Кім шығады? Жақсы. Амина шыға ғой тақтаға. Шалып береді соған. Енді балалар, Аминамыз тақтамен жұмыс жасап жатыр, қалғандарымыз дәптермен жұмыс жасаймыз, иә? Яғни, қай 5 оқушы бірінші тапсырманы әдемі, қатесіз қылып орындап алып келеді, мен соған ұпай беремін, иә? Сабақтың соңында кімнің ұпайы көп,
яғни табандылықпен тапсырманы орындады. Сол оқушыға мен манағы айтқан жеңілдік купондарын сыйға тартатын боламын. Қане кеттік. Алғашқы бестікті ұпаймен бағалайық. Жақсы балалар, біз екінші тапсырмамызды өте жақсы нәтижемен аяқтадық. Енді әрі қарай үшінші тапсырмаға кетейік. Яғни бұл бөлімде біз қоршаған ортаны қорғау, жасыл технологиялар. Жақсы, әрі қарай бізде үшінші тапсырмамыз пальма әдісімен шығарайық. Пальма әдісімен бірінші сұрақтың, яғни бірінші тапсырманың жауабын кім табады, кім шыққысы келеді, қол көтерейік, Гүлислам, тапсырманы қарай ғой, таныса ғой. Одан кейін мында үш нұсқа берілген. Бізде қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Яғни бізде бөлімі барлық сан бірдей, алымдары әртүрлі. Не істейміз? Дұрыс па екен балалар? Дұрыс екен. Бөлім ешқандай өзгеріссіз қалады екен, өте жақсы. Дұрыс па екен? Шапалақтаймыз. Жақсы балалар, пальма әдісінің екінші тапсырмасына кетейік. Мен екінші жаттым. Жақсы тайып келе ғой. Қараймыз, тапсырмамен танысамыз. Балалар, енді кішкене тапсырма орындаймыз деп сәл шаршап қалған боларсыздар, Кішкене сергіп алу үшін сіздерге қызықты ойын беремін. Яғни сіздерге 30 секунд уақыт беремін. Мұнда бізде 1-ден 100-ге дейінгі сандар бар. Осы санның ішінен мен 10 цифрды айтамын. 10 цифрды 30 секундтың ішінде тауып, оны қосшауымыз керек. Кім жылдам? Яғни кім жылдам ойда? Болған оқушы бірден қаламын жоғары көтереді. Кеттік пе? Қане кеттік. Команда. Балалар, мен сіздерге 10 түрлі цифр айтамын, Қане кеттік. Соны 30 секундтың ішінде табу. 63 88 6. Осы сандарды Апай, нешелер болды? Балалар, жақсылап сергіп алдық па? Сергу сәті қызықты болды ма сергіту сәті сіздерге? Өте жақсы. Ендеше балалар, әрі қарай тапсырмамызды орындайық. Себебі біз табандылықпен бізге жеңілдік купондарын алуымыз қажетпіз, Әрі қарай кеттік. Балалар, әрі қарай бізде топтық жұмыс болады. Төртінші тапсырмаға топтық жұмыс, яғни бір команда А тапсырмасын, екінші команда Ә тапсырмасын орындайды. Қане, топқа жақындайық. Тері белгі. Қалай
Дұрыс па Зәке? Иә, түске дейін 20-дан 8, түстен кейін 20-дан 9. Апасы кім? 29. Барлығы қанша деп тұр балалар сіздерге? Екі команда да бірдей уақытта тапсырманы аяқтады. Қане, екі командадан топ басшылары шығып, қорғайып. Түске дейін 20-дан 8 бөлігі төселді. Түстен кейін 20-дан 9 метр төселді. Төселді неше? Сұрақ қандай бізде? Иә. Төселгенін табуымыз керек, иә. Сіздің топтың жауабы қандай болды? 20-дан 17. 20-дан 17. Дұрыс па екен балалар? Жақсы, шапалақтаймыз. Жақсы Айсана, өте жақсы, дұрыс. Бұл сіздің команданың ұпайлары тобының мүшелеріне таратып бере ғой. Екінші топтың тапсырмасын қарайық, иә? Жақсы. Бірінші аптада 25-тен 16 жол, ал екінші аптада 25-тен 9. Бірінші апта екіншіге қарағанда нешеге артық? Шешуі 25-тен 16-ны азайтасың 25-тен 9-ды. Мәні 25-тен 7. Дұрыс па екен балалар? Иә. Шапалақтаймыз. Өте жақсы. Нұрислам, бұл сіздің команда топ мүшелерінің ұпайы. Жақсы балалар, осымен біз сабағымыздың соңына келіп жеттік. Иә балалар? Балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша әркім өзін бағаласын. Иә? Бүгінгі сабаққа қатысқан, ұпай алған оқушылар өзін бағалайды. Кәусар, сенен бастайық, келе ғой. Өзіңді. Жақсы Кәусар, келе ғой. Өзіңді қаншаға бағалайсың? 9-ға. Иә, оқушыларға қарап, не себепті сен 9-ға бағалап жатсың, айта ғой? Өйткені біз тобымен бағана қателеседік. Сол кезде мен қатемді жіберіп, Қатеңді түсіндің, иә? Иә. Қатеңді түсінгеннен кейін барып, не істедің? қатемді түзеттім. Түзеттіңіздер. Өте жақсы. Өзіңді нешеге бағалайсың? 8-ге. Өзіңді не үшін 8-ге бағаладың? Себебі тапсырмаларды белсенді. Тапсырма орындау барысында өзіңнің белсенділігің төмен болды, иә? Сол үшін. Балалар, 8 ұпайға лайық па? Иә. Әділ ма бағасы? Иә. Жақсы, отыра ғой. Иә. Өзіңді қаншаға бағалайсың? 10-ға бағалады. Иә. Жақсы балалар, сіздер тапсырманың соңына дейін табандылық танытып, тапсырмаларды орындап, өте белсенді қатыстыңыздар. Сіздерге купон беріледі. Яғни үй жұмысын орындамау бізде кім? Мұхтар. Орнына отыру Кәусар жеңіп алды. Одан кейінгі жеңілдік купоны бізде жеңіп алды. Қалаған орнына отыру Айсана. Одан кейінгі досымның көмегі Нұрисламға беріледі. Құтты болсын. Досымның көмегі бізде Камилаға береді. Құтты болсын. Балалар, сіздерге сабақ қызықты болды ма? Иә! Түсінбей қалған жерлеріңіз болды ма? Жоқ! Тақырыптың барлығы түсінікті ғой, иә? Жақсы балалар, енді сіздерге берілген мына жеңілдік купонды өте тиімді пайдаланасыздар деген сенімдемін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.